17 февраль энергиясы жоғары болатын ең мықты күн, және дәл сол күні мына нәрсені жасасаңыз, бір жыл бойы сәтсіздікте өмір сүретін боласыз. 17 февраль күні басыңызды жумаңыз, себебі басыңызды жусаңыз, бүкіл удачаңыздың барлығын жуып алып кетесіз. Ол күні ұрсуға болмайды, ешкіммен сөзге келуге болмайды, немесе бір жыл бойы ұрыс керіспен өткізетін боласыз. Пышақ, қайшы қолдануға болмайды. Ол деген конфликтіге, жаңағы адамдармен арыздасуға алып келеді. Ол күні балаларыңызға ұрыспаңыз, себебі бала-шағаңызға ұрыссаңыз, үйіңіздің берекесі қашады. Мусор төкпеңіз. 17 февраль күні үйіңіздегі байлықтың барын далаға апарып төгіп тастайсыз. Сонымен қатар ол күні дәрі ішуге болмайды, дәрігерге қаралуға болмайды, себебі бір жыл бойы ауырып ем іздеп жүретін боласыз. Неге 17 февраль? Себебі 17 февраль Қытай астрологиясында лунный календар бойынша жаңа жылдың кіретін уақыты, және дәл осы күні жаңа жыл новолуниймен сәйкес келеді. Ал новолуниймен қатар келген жаңа жылда біз осы іс-әрекеттерді жасасақ, біз бір жыл бойы сәтсіздікте, аурумен, ақшасыз өткізетін боламыз. Ал егер деніңіз сау болсын, удачаңыз артсын, бір жыл бойы ақшамен жүремін десеңіз, осы әрекеттерді жасамауға тырысыңыз.